Сәлеметсіздер балалар, біз енді өз ойынымды жасауды практикум бөліміне өтеміз. Күнге дейінгі біз оқыған 5 тақырыпты, яғни айнымаларды жасау, кейіпкердің костюмын өзгерту, сценарий жазу, салыстыру операторлары, логикалық элементтер тақырыбы бойынша жинаған білімдерімізді пайдаланып, өз ойынымызды жасауды бастайық. Енді бүгін оқулықтың 30-шы бетінде мысал келтірілген екен, жемістерді жинайық ойынын. Сол мысалды біз бүгін көрейік. Сценарий жасау дегенді біз 3-ші сабақта өттік. Кез келген бір анимациялық фильм, мультфильм немесе бір ойын жасағыларыңыз келсе, ең алдымен қағазға жазып алу керек. Не істейтіндеріңізді, қандай кейіпкерлер болатынын және қандай жерлерде болады, осының барлығын мәтіндік редакторда кесте түрінде жазып алсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Бұл сіздердің ойындарыңыздың сценарийі болады. Керексіз кейіпкерлерді алып тастаймыз және жаңа спрайт өзімізге керек кейіпкерлерді әкелеміз. Оқулықтың 31-ші бетінде 15-ші суретке қараңыздар. Жемістерді жинау ойынына қатысын. Және бір нысан аламыз, тостаған. Жемістерді әкелейік. Жемістерді кішірейтейік. Тостағанымызды үлкейтейік. Және қай жерде болып жатқанын қою үшін біз көріністен, кітапханадан кез келген бір көріністі аламыз. Енді алдымен жемістерімізге біз программа құрып алайық. Ол үшін жемісті таңдаймыз. Скриптер деген бетті таңдаймыз. Сол жерде бізде блоктар палитрасы әртүрлі скриптілерді ұсынады. Скриптілер дегеніміз программалық кодтар. Программаны бастау үшін жасыл жалаушаны басқан кезде деген скриптімізді әкеп алайық. Келесі жасырыну. Әзірше экранға көрінбей тұру үшін нысанды жасырыну командасын алдымен қойып аламыз. 7 секунд күту дейді. Басқару блогынан 1 секунд күту дегенді әкелеміз, 7-ге өзгертеміз. Енді X пен Y-тің координатасын қойған екен, нүктесіне өту дегенді. X 0, Y 198 дейді. Басқарудан әрқашан деген циклда келеміз. Секунд күту дейді. Енді бұл жерде қанша күтетінімізді біз кездейсоқ сан ретінде беру үшін операторлардан 1 мен 10 арасындағы кездейсоқ сан таңдау дегенді әкелемізде. Оның орнына 2 деп жүндейміз. Сонда 1 мен 2 арасындағы кездейсоқ санды таңдау. Оны секунд күтеміз. Сонымен басқарудан біз клон жасау командасына келеміз. Өзім клонын жаса деп. Яғни біздің таңдаған жемісіміз өзінің клонын жасап тұрады. Біреуі төмен қарай түскен кезде, ол екінші клоны пайда болады үстіңгі жақтан. Солай бірінен кейін бірі төменге қарай құлап тұрады. Енді өзім клон жасағаннан кейін келесі костюмді таңдайды. Енді оқиғалардан біз хабарлама алған кезде when I receive дейді. Қандай хабарлама алсын? Хабарлама алған кезде стоп деген барлығын тоқтату командасы орындасын. Ал хабарламамызды біз жаңадан жасаймыз. Жарайсын. Келген кезде барлығы тоқтайды. Келесі мен клон ретінде бастаған кезде дейді. Келбет блогынан көрсету командасын таңдаймыз және де
қозғалыс блогынан x пен y нүктесіне өту деген команданы таңдаймыз. Енді x-ті біз кездейсоқ сандар арасындағы кез келген екі санның арасындағы кез келген санды таңда дейтін болсақ, онда операторлардан 1 мен 10-ның арасындағы кездейсоқтықты таңдау дейді. Бізге сол жақ экрандағы нүктесінен x-тің ең басты нүктесінен оң жақтағы ең соңғы нүктесіне дейінгі аралықтағы кез келген нүктені таңда дейік. Ал y-ге тұрақты бір сан берілген екен. Ең жоғарғысы 180. Ең төменгісі нүктесі y-тің минус 180. Енді дейін қайталау деген басқару блогынан дейін қайталау. Дейін қайталау біз шартты блогын әкеп аламыз. Қандай шарт орындалғанға дейін қайталаймыз? Операторлардан салыстыру элементін әкелеміз. Осы жерде y-тің позициясы минус 180-нен кіші болғанға дейін дейді. Y-тің позициясы қозғалыстар блогында y қалпында деп тұрады. Кіші минус 180. Бұл дегеніміз y алманың координатасы мына y минус 180-ге дейін, яғни төменгі түскенге дейін қандай әрекеттерді қайталайтынымызды айтады. Қозғалыстан y-ті өзгертеміз. Y-тің мәнін минус 10-ға өзгертеміз деген. Y төмен қарай егер басқару блогынан егер 10-да деген шарттар блогына келеміз. Егер себет дегенге тисе дейді, яғни мына жеміз мына біздің тостағанымызға тиген кезде ол сенсорлар блогынан алынады. Тінтуір көрсеткішіне тиіп тұрса дегенді ала тұрайық. Сосын тінтуір дегенді біз ауыстырып тастаймыз. Тостағанымыз аты bowl. Bowl. Ағылшынша аты bowl екен. Bowlға тиген кезде ұпай саны саналсын. Енді ұпай дегеніміз бізде айнымалы. Біз оны жасаймыз. Директор блогын ашып, айнымалы жасау дегеннен ұпай айнымалысын жасаймыз. Ұпайдың мәнін өзгертеміз. Бір ұпай саналғаннан кейін басқару блогында бұл клонды жою дейді. Алма өзінің төменге түсіп кеткен клоны жойылады. Ал үстіңгі жақтан оның екінші клоны пайда болады. Енді біз міне ішкі блок жабылды, сыртқы дейін қайталау блогы жабылды. Келесі қадамда тағы да егер онда шартты блогы, бұл жерде басқа командалар қайталанады. Y қалпында дейді. Қазір тағы салыстыру элементін әкеп алайық. Егер Y қалпында, Y позициясы деген сөз, кіші минус 180-нен болса, 185-тен болса, ол экранның астына түсіп кетсе деген сөз. Онда ұпайдың мәні минус 1-ге өзгереді, яғни ұпайыңыз 1-ге азаяды. Бұл енді біз жеміске құрған скрипттеріміз, программалық кодымыз. Меруерт пен алмастың скриптлерін жасайық, яғни программалық кодтарын жасайық. Алдымен меруертке жасайық. Оқиғалар басталған кезде дейді. Яғни жасыл жалаушаның басылған кезде алма өз әрекетін бастайды, ал біздің кейіпкерлеріміз өз әрекеттерін бастайды. Басылған кезде сәлем дегенде 2 секунд бойы айтсын дейді. Hello деген орнына сәлем. Маған жемістерді жинауға көмектесші деп айтады. Тағы да hello-да келеміз. Оның орнына маған жемістерді жинауға көмектесші. 2 секунд күту. Секунд күтпесек, келесі әрекет орындалып кетеді де, біз көзіміз ілеспей қалады. Енді әрқашан қандай әрекеттер қайталанады екен.
бізде әрқашан қайталанатын циклдың ішінде егер онда деген шартты цикл бар, шартты блоктар дейміз. Егер операторлардан салыстыру элементіне келіп алайық, ұпай минус 1-ге тең болғанда дейді. Ұпай деген бізде айнымалы түрде келіп аламыз, минус 1. Онда ұтылдың деген хабарлама жіберу. Ұтылдың. Тағда жаңа хабарлама дегенді басамыз. Ұтылдың. Келесі, егер онда шарттар блогына біз қандай әрекеттерді орналастырамыз? Ал егер ұпай үлкен 9-дан болса дейді, үлкен салыстыру элементіне келеміз. Ұпай айнымалымыз үлкен болса 9-дан, онда жарайсың, көмегіңе рахмет деген сөздерді айтсын. Hello деген текстті қоя айту командасына келіп аламыз да. Hello'дың орнына жарайсың, көмегіңе рахмет. Барлығы тоқтау. Келесі оқиғалардан ұтылдың деген хабарлама келген кезде when I receive, яғни хабарламаны қабылдаған кезде деген сөз. Ұтылдың деген хабарлама келгенде біз қандай сөзді 2 секунд бойы айтуымыз керек? Тағы да бағыңды сынап көр деген сөз екен. Тағы да бағыңды сынап көр. Қарудан барлығын тоқтатамыз. Келесі бізде тостағанның скриптісі. Яғни жасыл жалауша басылған кезде ұпай мәні беріледі. Ұпай мәні 0, әзірше 0, басқарудан біз әрқашан қайталау циклына келеміз. Қозғалыстан x пен y-дің координатасын қоямыз. X бізде x бойынша тінтуір дейді. Сенсорлардан x бойынша тінтуір деген команданы тауып аламыз, әкеліп қоямыз, ал y минус 125. Егер басқару блогынан тағы да шарт қоямыз. Егер ұпай 0-ден кіші болса, операторлардан кіші элементіне келеміз. Деректерден біздің айнымалына келеміз. Ұпай айнымалымыз 0-ден кіші болса, онда ұпай 0 мәні. Ұпайдың мәні саналмайды. Және оқиғалардан ұтылдың деген хабар оқиғаларға ұтылдың деген хабар жібереді. Достаған ұтылдыңнан кейін бізде тоқтату командасы. Алмасқа жасауымыз керек. Енді қазір көрейік. Тағы да жасыл жалаушаны басамыз. Сәлем, сәлем. Маға жемістерді жинауға көмектесші дейді. Жарайды дейді. Екеуінің сөйлескені. Жемістерді сіздер алмастың орнына тостағанды қозғалтып жинайсыздар. Бірақ рахметті Меруерт алмасқа айтады. Сіздер алмастың орнында болып жемісті жинап бересіздер. Жасап көріп, суретке түсіріп, жібересіздер. Бұл сіздердің осы 90-дағы жұмыстарыңыз болып саналады. Олай болса, сау болыңыздар.